Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сауат ашу негіздері пәні бойынша Х әріпімен дыбысы тақырыбын өтеміз. Сабақтың мақсаты жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. 1, 2, 3. Сынып іші тып-тыныш, жалқаулықты тастаймыз, жаңа сабақ бастаймыз. Енді балалар, мұнда ненің суреті бейнеленген? Халаттың суреті бейнеленген. Халат дегенде бірінші қандай әріп естіліп тұр? Х әріпі естіліп тұр. Балалар, Х дегенде ауа кедергіге ұшырап шыққаннан кейін Х әріпі дауыссыз болады. Сол себепті ол көк түспен белгіленеді. Біз Х әріпінің баспа түрін көрдік, ал мынау жазба түрі. Балалар, енді Х әріпі жайлы видеороликті тамашалайық. Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Х әріпі. Х әріпі. Хат. Хат. Дәріхана. Дәріхана. Хайуанат. Хайуанат. Шахмат. Шахмат. Кітапхана. Кітапхана. Хор. Хор. Асхана. Асхана. Хоккей. Хоккей. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. 99-шы бетте Х әріпінен келетін сөздерді қайталайық. Хат, хор, хан, хабар, халат, хадис, шахмат, саяхат, хаттама. Енді Х әрпінің бас әрпінің жазылуына назар аударайық. Жоғарыдан төмен қараған солға қарай жарты құрсау, жоғарыдан төмен қарай оңға қараған жарты құрсау. Кіші әрпі де дәл солай, оңға және солға қараған жарты құрсау. Дәл осылай балалар сауат ашу дәптерімізге жазамыз. Балалар, егер сабақ ұнаса, барлығын түсінсек, саусағымызды жоғары енді түсініп келемін десеңдер, көлденең мүлде түсінбедім десеңдер, төмен қаратамыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.